Осыдан 5-6 жыл бұрын машинаға мініп, 3 жерім бірге сынған. 6 ай салып, аяққа тұрып, қайта татамиге оралдық. Баршаңызға қайырлы күн. Бүгінгі біздің подкасттың қонағы Қазақстан ұлттық құрамасының кәсіби дзюдошысы Талғат Орынбасар. Қош келдіңіз. Қош көрдік, шақырғандарыңызға рахмет. Жалпы, сіз жақында Семей қаласында өткен Қазақстан чемпионатында чемпион атандыңыз. Осы чемпион атану жолында сіз қандай қиындықтарға тап болдыңыз? Енді бұл менің ересектер арасында ел чемпионатында бірінші медалім. Енді бұған тыңғылықты дайындалдық. Өзіміздің чемпион қаласының командасымен бірге және осы ұлттық құраманың командаларымен бірге дайындалдық. Дайындық өте жақсы болды. Өзімді жақсы сезіндім. Шүкір Аллаға, осылай чемпион атандық. Орынбасар Талғат, Қазақстан Республикасының жеңімпазы. 2024 жылғы Олимпиада. Жалпы сіз осы дзюдо спортына қашан келдіңіз? Қанша жасыңызда? Қалай келдіңіз? Енді осы мен өзім әкем кезінде бапкер болды. Енді кішкентайымыздан татамидің үстінде өстік. Әкемізбен бірге жаттығуларға барып, сол қарап. Мен арнайы түрде 8 жасымда келдім дзюдоға. Осы 8 жасыңыздан бастап тыңғылықты қазіргі күнге дейін? 8 жасымнан бастап арнайы өзімізге бапкерлерге барып, солармен бірге күніге тыңғылықты түрде жаттығулар бастадық. Ал жалпы осы ұлттық құрама осындай халықаралық жарыстарға қалай дайындық жүргізеді? Дайындық ұлттық құрамада өте жақсы. Біз қазіргі таңда осы жаңадан келген бапкерлермен дайындалып жатырмыз, шетелден алынған. Енді бізде қазір 365 күннің 300 күні оқу жаттығу жиынында өтіп жатыр. Дайындығымыз жақсы. Келесі жылы дәлелдейміз деп ойлаймыз. Бірақ та спортшыларға тек қана физикалық түрде дайындық емес, психологиялық тұрғыдан да қолдау қажет, дайындық қажет. Осы салада қандай шаралар қамтамасыз етіліп жатыр? Енді бапкерлер барлығына үлгеріп жатыр десек те болады. Бүкіл жағынан дайындап жатыр, физикалық тұрғыдан, психологиялық жағынан, татамидің ішіне бүкіл жерден дайындап жатыр. Енді бұйырса көреміз алдағы уақыттарда. Бірақ сонымен қатар ең басты спортшыларға ол әлемдік деңгейдегі жарыстарға шығу үшін қаржылық жағынан қолдау маңызды ғой, иә? Маңызды. Енді біздің мемлекет барынша бізді бүкіл жарыстарға шығарып жатыр. Біз осы оқу жаттығу жиынына жарыстардан ешқайсысынан қалдырып жатқан жоқ. Бәріне шығарып жатыр. Жалпы спорт саласында жүрген кәсіби спортшылар үшін оқу да маңызды ғой. Қалай сіз кәсіби спортты оқумен бірге үйлестіресіз? Бірге алып жүру қиын емес па? Енді бізге осы спортқа көп көңіл бөлгеннен кейін бізге мемлекет тарапынан бізге жеңілдіктер беріледі. Енді осылай айта кететін болсақ, мен осы оқушылар арасында гимназияда қатысқам, сол жерде жеңімпаз болып, бізден мемлекет тарапынан грантқа бізге берілді. Ол қай қаладан берілді сізге? Жалпы бүкіл Қазақстан бүкіл қаласына, қалаған университетіне грантқа оқуға жеңілдік берілді. Жалпы оқуда үлгеріміңіз қалай? Енді жақсы деп айтпақ қояйын, бірақ енді қазір таңда орташа оқып келеміз. Сіз өміріңіздің көп бөлшегін осы дзюдоға арнадыңыз. Және де сіз үшін қазіргі таңда дзюдо нақты нені білдіреді? Сіз үшін ол не? Енді біріншіден дзюдо тәртіп, дисциплина дейді ғой. Сол тазалыққа және бейімділікке, шыдамдылыққа бәріне үйретіп келе жатыр. Дзюдоның басқа спортқа қарағанда айырмашылықтары қандай? Ерекшеліктері? Енді бұл дзюдо Жапон мемлекетіне шыққаннан кейін өте тәрбие жағынан, тәртіп жағынан өте қатал болып келеді бізде.
Сол жағы ерекше. Менің білуімше, дзюдода шынымен де қарсыластарыңа болсын, төрешіге болсын, құрмет ең басты нысан болып табылады. Тіпті егер де сіз жеңілген болсаңыз да, онда бас иіп құрмет көрсету белгісі болып саналады. Негізі біздің ұлттық құрамадағы дзюдошыларымыз халықаралық жарыстарда жақсы жетістіктер, көрсеткіштер көрсетіп жатыр. Сіздің ойыңызша ұлттық құраманың дайындығын қалай бағалайсыз? Енді осы жаңадан бапкерлер келгеннен бері мен де осы ересектер құрама командасымен бірге дайындалып жатырмын. Енді жаңадан келген бапкерлермен қазір маған бәрі ұнап жатыр. Физикалық тұрғыда бәрін жақсы дайындап жатыр. Бәрі керемет күшті болады. Бұрын менің білуімше француздық бапкерлер болды. Ал қазіргі таңда бапкерлер құрамасы қалай өзгерді? Қазіргі таңда осы Россия мемлекетінің бұрын дайындаған Эцо Гамбаның командасы десе болады. Сол командасын бізге Қазақстанға алдыртты. Енді осыға дейін қанша орыстардан олимпийский чемпион мира балуандарын шығарған команда енді біздің Қазақстан құрама командасын дайындап жатыр. Яғни мемлекет барынша спортты дамыту үшін шетелдік легионерлерді алып келіп жатыр, тренерлік штабтан болсын. Тіпті біздің Астанаға да осы әлем чемпионатына квалификация алатын Гранд-слам турнирі де 3 жыл қатарынан өткен болатын. Енді келесі жылы да бізде 4-ші жылы өтеді. Және 2027 жылы бізде әлем чемпионаты өтеді. Бұл да негізі сондай маңызды бір инвестиция деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз. Енді өзіміздің елімізде, өзіміздің қаламызда болғаннан кейін бізге қалайса күш қуат береді. Өзіміздің көрермендердің алдында күрескен бізді қатты. Сіз өзіңіз де осы жылы ең алғашқы рет Гранд-сламға қатыстыңыз, Гранд-слам турниріне осы Астана қаламыздан ересектер арасында бірінші Гранд-сламға қатыстым мен. Қандай әсерде олдыңыз? Әсер өте күшті, өте керемет. Халықтың қолдауының алғашы финалға шықтық. Халықтың қолдауы барынша сезілді бізге. Сіз үшін сонда өзіміздің жерімізде күрескен шетелге қарағанда әлде қайда күш-жігерді ынталандырады, арттырады? Солай айтса да болады. Енді өзіміздің халық қолдап отқаннан кейін, бүкіл ел қарап отқаннан кейін барын саласың. Сіз өзіміздің жерімізде күрескен кезде, сіз өзіңіздің бойында өте үлкен жауапкершілікті сезінесіз бе? Мен ойлаймын, бүкіл жарыста бәрінде бірдей жауапкершілік түседі. Сол үшін андай қатты жауапкершілікті өзіме алмадым өзімді. Өйткені өзіңе көп жауапкершілік алсаң да, сен күресіңе өз кедергісін тигізуі мүмкін. Психологиялық тұрғыдан қысым ретінде ма? Ал сіз осы психологиялық қысыммен қалай күресесіз? Мен енді өз ойымды барынша күрес татамиден татамиге күресуді ғана ойлаймын. Қалған жан жаққа мән бермеуде тырысам барынша. Енді бірақ сонша халықтың шулағанын бәрімізге естіледі енді. Сол үшін барып шығамыз. Ал егер ойдағыдай болмай қалған жағдайда, немесе осы жарыстарға сонша дайындалып, травма алып қалған сәттеріңіз болды ма? Ондай кездер болады, енді өте қиын, жақсы дайындықпен келе жатасың, бірақ енді осындай жарақаттар пайда болады. Енді барынша тез емделіп, қайта формаға келіп, күресуді жалғастырамыз. Ал сіздің өмірге ең қатты
алган бир ауыр жаракат болдуму? Өте жақсы сұрақ. Осыдан 5-6 жыл бұрын менде авария болған машинадан, мен машина аттым. Сол кездерімде 3 жерім бірдей сынған, қабырға, иығым барған. Енді дәрігерлер күреспесең, осы түземе айналысып қалса абзал деп, бірақ енді араға 6 ай салып, аяққа тұрып, қайта татамиге оралдық. Ал сізге осы жарақат алғаныңыз қандай бір сабақ берді ма мүмкін, немесе қалай? Ол негізі өте қиын деп ойлаймын. Араға жарты жол салып қайтып оралу деген. Енді бұл кезде мені қолдаған, мен қасымда болған отбасыма рахмет айтқым келеді. Бірден бір себепшілер сол кісілер, менің әкем. Осылай жарты жыл уақыттан кейін мен қайта татамиға келуіме, қайта күресуіме осы отбасымның арқасы деп ойлаймын. Мені қолдап шығарған. Бұл қай жылдар аралығында болды? Бұл 2019 жылдары болды. Демек сіз ол кезде жастар арасында? Жоқ, ол кезде мен енді жасөспірімдер арасында күресіп жүрген кездерім. Осыдан кейін ең бірінші жарысыңыз қандай болды? Сол жарты жыл аралығынан кейін тағы да араға 5 ай дайындалып, Қазақстан ел чемпионатына бардым жасөспірімдер арасында, Қостанай облысында болған. Сол жарыста Аллаға шүкір жеңімпаз болып, ұлттық құрамаға кірген жасөспірімдер арасында. Демек сіз сол кезден бастап? Сол кезден бастап ұлттық құрамадансыз, иә. Сонда сіздің әкеңіз сіздің жеке бапкеріңіз болды ма? Иә, қазіргі таңда солай айтса да болады. Енді қазіргі таңда осы үйде, осымен оқу жаттығу жиынында болмаған кезде үйде маған әкем қарап отырады. Үйде сол кісі бапкерім болып жүреді. Енді сборларда барынша көп звондап біліп, хал жағдайым сұрап тұрады енді әкем. Өзі келе алмаса да, бірақ всегда қолдап, барын ақылын айтып отырады. Негізі спортшы үшін бапкердің қолдауы өте маңызды. Әрине. Қалай ойлайсыз, бапкерлер жас таланттарды қалай байқап, оларды қалай табады? Себебі дзюдошылар арасында, жас спортшылар арасында өте көп қой. Талантты спортшылар. Қазіргі таңда осы біздің ең бірінші Олимпиада чемпионы Елдос Сметов ағамыздан Олимпиада чемпионы болғаннан кейін дзюдоға кішкентай балалардың қызығушылығы өте көп бола бастады. Енді бапкерлер енді өз сыртынан қарап, кімнің таланты, кімнің еңбекқор екенін көрінеді деп ойлаймын өз басым. Сол арқылы табады деп ойлаймын. Жалпы сіз дзюдомен бала күннен кейін айналысып келе жатқаннан кейін сізді ынталандыратын, сізге талпыныс беретін арманыңыз немесе мақсатыңыз қандай? Енді әрбір спортшының арманы, ол әрине Олимпиаданың медалі, алтын. Мен де сол үшін барым салып кеп дайындалып келе жатырмын. Болашақта осы Елдос Сметов ағамыздай Олимпиада чемпионы болу, сондай арманым, мақсатым бар. Қаласа сол үшін еңбектеніп жатыр. Ал сіз осы 2028 жылы өтетін Олимпиададан кейін өзіңіздің спорттық мансабыңызды әрі қарай жалғастыруға дайынсыз ба? Әрине, енді 2028 мен әлі күнге дейін жас палуан болып саналам. Ол кезде 23-те болам. Сол үшін мен ары қаратай күресуге, егер өзім күшім жетеді деп сенемін. Жалғастырам. Жалпы ойыңызда бапкер болу деген план бар ма? Енді нақты айта алмаймын, бірақ енді барынша Қазақстан мемлекетіне өзіміздің дзюдо спортына өз білімімді, өз септігімді тигізгім келеді, барынша көмектескім келеді. Қызмет еткім келеді. Менің ойымша, спортшы болу ол өте қиын, себебі сіз барлық өзіңіздің бос уақытыңызды спортқа арнайсыз. Және де осы спортшы болу жолында
спортшылар кандай өмірлік нысандардан бас тартуға мәжбүр болады? Енді спортта үлкен жетістікке жету үшін көптеген еңбек және тәртіп, дисциплина керек дейді ғой. Енді сол режимін ұстап, ерте жатып, ерте тұрып, бүкіл өміріңді енді режимге арнайсың, өз-өзіңді дайындайсың, сондай қиындықтар болады. Енді Ал сіз осы дисциплинаны қалай қолдайсыз? Сізге қиын ба ол немесе керісінше? бұл негізі күнде ұстап жүргеннен кейін үйреншікті нәрсе болып қалады ол бізге. Енді оқу жаттығу жиынтықта күніге 2 мезгіл түрме оқып болғаннан кейін ерте жатып, ерте тұру керек бізге де. Сол үшін ол үйреншікті жағдай болып қалыптасады. Жалпы әрбір спортта режим керек деп ойлаймын енді. Bütün спортта да ол дисциплина спорттың бірден бір маңызды бөлшегі. Өзің тәртіпке ұстай алмасаң, сен болашақта чемпион болу қиындау болады. Сіздің ойыңызша, соңғы жылдары дзюдодағы бәсекелестік деңгейі қалай өзгерді? Енді қазіргі таңда дзюдо күн сайын дамып жатыр десек те болады. Бәсекелестік өте жоғары. Қазіргі таңда өзіміздің 60 кг салмақ дәрежедегі бәсекелестік мен үшін өте жоғары. Елдос Сметов ағамыздың өзі әрекетін дейдің келісіп жатыр. Сол үшін қазіргі таңда бәсекелестік өте жоғары деп санаймын. Әсіресе осы 60-66 деген әлем бойынша ең қиын салмақтардың бірі болып саналады. Солай айтса да болады, өйткені біз жапон палуандарының 60-66 деген кіші салмақтары өте мықты болып келеді. Жалпы қазіргі соңғы жарыстардың нәтижелеріне қарайтын болсақ, барлық жүлделі орындарды Жапон мемлекеті алып жатыр. Бұл осындай көрініс, ол дзюдо тарихында әрдайым сондай болды ма? Әлде бұған белгілі бір себептер бар ма? Жоқ, енді Жапон палуандары осы дзюдо күресінен басынан бастап өте мықты болып келді. Енді өздері шығарған үшін Жапон палуандары өте мықты болып келеді. Ал сіз қалай ойлайсыз? Неліктен Жапон палуандарының күресу стилі басқаша ма? Енді Жапон палуандары бізге енді қалай айтса, өздерінің не істеп жатқандарын, қалай дайындалып жатқандарын көрсетпейді ешкімге олар. Олар өздері дайындалады. Енді оқу жаттығу, шетелдік оқу жаттығу жиынтықтарында кездесеміз, бірақ ол кезде бізде тек қана қалай айтса, бір-бірімізбен тек көрсетеміз, ал қалай осы жарыстарға дайындалу жағынан олар ешкім ештеңе айтпайды, көрсетпейді. Яғни әр мемлекеттің өзінің жеке техникалары болады, иә? Және оны әр мемлекет сонда жасырын ұстайды ма? Солай айтуға болады. Сонда біздің ұлттық құрамада да белгілі бір оқыту әдістері бар ма? Немесе ол осы бапкерлер ауысқан сайын сол бапкерлердің өзінің жеке әдістеріне байланысты бола ма? Енді жарыстың алдарында әр бапкердің өзінің бөлек дайындалу әдістері бар. Бірақ ол дайындалу барысында сізге осы әр әдістерді қолдану қиындыққа соқпайды ма? Жоқ, енді мен осы жетістіктер құрамына жақын арада кіргеннен кейін маған бәрі ыңғайлы. Өйткені мен кірген кезде осы жаңадан бапкерлер келіп, оның бірге сразу дайындыққа кірістік. Жалпы сіз үшін қазіргі таңда Елдос Сметов ағамыз, ол жай ғана кумиріңіз, ол сіз үшін қарсылас та болып келеді ғой, себебі сіз бір салмақта күресесіз. Қалай сезеді бұл жалпы? Енді осыдан кішкентай кезден 2015 жылдан бері Елдос Сметов ағамызға телефоннан, видеолардан, жарыстардан қарап өсіп келе жатыр. Енді ағамызды өте қатты құрметтейміз. Енді қазіргі таңда
бірге оқу жаттығу жиынтықтарына дайындалып жүр. Мен кішкентай бала кезімнен арманым десем болады. Енді осы ұлттық құрамамен бірге жарыстарға дайындалып, өйткені кішкентай кезімнен осы жарыстарды көп қарайтын, телефоннан көп зерттеп бақылайтын. Сол үшін қазір қуаныштымын десем де болады. Бірге осылай үлкен ағаларымызбен бірге дайындалып жүргеніне. Рахмет, бүгінгі подкастыма уақытыңызды бөліп, қолдап келгеніңіз үшін сізге алдағы уақытта тек қана биік белестер және сізге алдағы жарыстарда сәттілік тілеймін. Рахмет осындай көңілді подкастқа шақырғандарыңызға. Өте рахмет үшін. Рахмет. Сіздермен бірге болған Амел Жарылқасын және де Қазақстанның қазіргі таңдағы спорт дзюдо саласын дамытып жатқан, өзінің елеулі септігін тигізіп жатқан талантты спортшымыз Талғат Арынбасар. Сау болыңыздар.